Қалай киім арқылы өзіңді арық қылып көрсетуге болады. Бұл видеоны мен толықпын деп ойлайтын құрбыңа жіберіп қой. Ең бірінші кеңес, өзіңді қалай бар, солай жақсы көр. Сен толық емессің, бәрі окей. Бірақ та сонда да арығырақ бұл көрінгің келсе, онда тыңда. Ең бірінші кеңес, осындай классикалық киім алған кезде міндетті түрде осындай үшкір басты, үшкір иықты киім алған дұрыс. Классикалық пиджакта үлгілері фотодағыдай қара көсіндер болады, және де ең бастысы міндетті түрде любой киімде приталенный болса, белі анығырақ көрінсе, бұл намного визуально былай тігінен қараған кезде кәдімгідей арығырақ бұл көріне аласың. Бұл өзінің үшкірлігімен, өзінің кәдімгі түзу бетімен денені намного осылай сглаженный қылдырып арығырақ бұл көрсете алады. Және де юбка таңдаған кезде аяқтың щиколоткасы міндетті түрде көрінгені дұрыс. Бұл қыздағы ең арық жер болғаннан кейін визуально кәдімгідей арқыл көрсетеді. Және де юбка солнце деген юбкаларды қарастырып көріңдер. Кәдімгідей бұл кез келген киімде осылайна болғаннан кейін іш болсын, қарын болсын, бұл көйлектерде, юбкелерде мүлде көрінбейді. Және де кез келген образда міндетті түрде талияларыңды көрсетуге тырысыңдар. Яғни іштен жоғары кәдімгідей белдікті тақсаңдар, дәл осы фотодағыдай көйлек болсын, пиджак болсын, даже да осындай көйлек пен рубашка белгіленсе де, осылай ішке салу арқылы, талияны осы көрсету арқылы кәдімгідей фигураларын тік төрпішті емес, оның бар екенін көрсететін болады. Тіпті мына фотолардан да айырмашылығын көрсек болады. Мысалы, қара көйлектің мойны жауы, қолы жауы тігіне болғаннан кейін адамды намного толығырақ ұсқынсыз қылып көрсетіп тұр. Ал мына фотода көйлектің қолы қайырылған, мойны үш бұрышты болып ашық, щиколоткасы көрініп тұр, және де беліне талиясын қойған арқасында кәдімгідей визуально ол кісіні арығырақ және де стилін аяқ қылдырып көрсетіп тұр. Визуально әдемі қылдыратын стиль түрі ол кәдімгідей многослойность деген стиль болып саналады. Яғни бір-бірінің үстіне қабаттап кию арқылы міндетті түрде рубашка, пиджак кисек, ішкі шалбарда белдік тағу арқылы кәдімгідей образы қызықты әрі осындай әдемі визуалды қылдырып істеуге болады. Тағы да көп кеңестер профильде бар. Мені жоғалтып алмау үшін тіркеліп қой.